Біз жолдасымыз екеуміз кофе бумға келдік, завтрак ішуге дейді. Оны несін айтып жатсың? Бізге кофе әпергенде айтып жатсың ғой, сен маған кофе әпергенде. Не үшін айтасың ма? Адамның сілекейін ағызып кофені. Бірақ жақсы. Кофеңмен бір айтпай-ақ бара бер. Әйелмен кофеге барып тұру керек дұрыс. Ішетін кофесін әперіп, іше алмайсың да кофені. Бірақ анау әйелге сонысы қызық. Сонда барып, отырып, кофені бүйтіп бүйтіп, селфи жасап, сенімен бүйтіп өтіп, оның бәрі әшейін біреу үшін. Кофені ішемейді көп әйел. Ішемаса да сол өзінше қызық кайфы сол. Темек шеге алмайтында да еркек сияқты болып көрініп, пф деген сияқты ғой. Өзі не істеп не қойып жатқанын білмейді ол. Сол сияқты оны бүйтіп өзінше көрсету керек. Фитнеске де барғысы келмейді өзі. 85 килограмм, оның жартысы тікіртік май, целлюлитпенен. Соны әшейін көрсетіп өзінше барып жүрмін деген сияқты селфи салу керек. Сонда бастаған нәрсе, бірақ жақсы. Әйеліңізбен жүріп, бірге жүріп, солай көңілін аулаған өте жақсы нәрсе. Жеңгеңе аяғыңды састып носкиіңді тұр, тазала бар, өзің ішкен жеріңді өзің іш, жу. Жеңгең сен құлың емес, малайың емес, жеңгең. Жеңгең сенің қызметкерің емес, жалдабаған. Дұрыс айтады ол келін. Оңбаған болсаң сен бауға міндетті ме? Әшейін амал жоқ, бауырмашылықты қоямыз. Бірақ кейбір бауырмын дегендердің балалардың, қыздардың да менің ағамның үйі деп, ағаңның үйі емес сенің. Ағаң давно өтіп кеткен жанын сатып жіберген жеңгеңе. Жеңгеңнің үйі болды, аузын жапта тыныш отыр сен. Ағаңа жаның ашса байға тиіп кет сенде. Сенде қатының алып кет сенде сол үйден, босатып бер. Өздерімен өздері тыныш тұрсын. Бауырым, мені бауырың емес. Бауырыңа шын жақсы көрген адам салмағын салмайды. Қазіргі заман сол. Салмақ салмайтын заман. Сен салмақ салатын әкешің өліп қалған көтере беретін. Болды. Бағана жеңгелерді кішкене түсірдім, мені көтерем жеңгелерді. Құлың емес жалдабаған. Бүкіл қайындарға қатысты. Іш киіміңді өзің жу айналайын. Сасық киіміңді. Жеңгең жууға міндет емес. Тісіңді жуып жүр, туалетінің суыңды ағызып жүр, төсегіңді өзің жайып, ертең сабаққа кеткенде төсегіңді өзің жинап, қағып, сілкіп, сөйт. Түнде тұрып пақырлатып жүрме, тыныш жүр. Ағаң мен жеңгеңнің түнде әңгімесі бар айтатын, мешет етпе. Тыныш жат түнде қозғалмай. Шпион етпей жатып алып көре бер сенде. Тыныш отыр. Отырып алып қарамай. Күйеуім тым қызғаншақ, соның кесірінен жиі ұрады, жұмыссыз жүр өзі, жақында босанамын, асырамайды, өткен өмірімді бетіме басып, мені төмендетеді, ажырасқым келеді дейді. Сенің жазғаныңды оқығанда, яулым, ана концлагер деген болған, немістерде ше, еврейлерді бәрін дерлігін апарып тыққан концлагерге. Сенің өмірің концлагерден де асып тұр да, бірақ концлагерде жуып өзің туа береді екенсің тоқтамай. Саған не керек өзі, айналайын бір сақтанатын нәрсе алып берейік те, енді күйеуің байың тепкілей берсе, сен тепкілеген сайын көтере бересің, артынан кешірім сұрап келсе тағы көтеріп қаласың. Құдай ау, сен өзі ақ көңіл келіншек екенсің өзі. Ұрдырма, доктор бар, полиция бар, үлкендерді араластыр, сенің повод берме. Жасым 30-ға келді. Әлі бір жігітпен де жүрген жоқпын дейді. Қалай тұрмысқа шығам, таңдап қалғансың дейтіндер айналамда жігітте жоқ. Даже танысуға да келмейді. Әрекет етейін десем де не істерімді білмеймін дейді. Кеттің уже. Нұрбекова, бір-екі суреттеріңді бүгін обновить етіп қой. Қазір мен оқып шықтым, рекламаң кетті аспанға. Дайындала бер. Өзіңді плотно отырайын депсің, сен де таңдай берме арбайып. Ай, мынандай деймін. Бірақ рекламаң күшті кетті. Жігітті көрмегем, сөйлеспегем, ешкіме жүрген. Рекламаң зор кетті да енді. Соған сай бол енді сенде. Жүріп жүрме біреулерінен. Мен оқып бергенім өзі реклама саған. Фамилияға дейді айтып бердім. Уже аккаунтыңда қазір сразу 8 адам қосылды. Қарашы. Емізулі кезде емізіп, намаз оқып жатқанда сүт бөлінсе дәрет бұзылар ма? Жоқ, бұзылмайды. Ұстаз сапарда біз парызын ғана оқып жүрміз. Жоқ, рахат сүннетін оқы. Біреудің баласын емізуге бола ма? Күнә емес па?
сүтін көп болып, бұлақ болып, конвейер болып ағып жатса, тоқтамай, өзінен өзі бұлақ болып атылып, тоқтай алмай жатса, жер дүниеге сүт басып жатса, онда емізсең болады. Бірақ емізген балалардың ата-анасы, әкесі, күйеуі, яғни әйелің күйеуі және сенің күйеуің кімді емізгенін білу керек, кімнің баласы екен. Күнә болмайды. Ашта өле берсе, мен емізбеймін. Мысалы, бір бала шыңғырып ашта өліп барадыр. Сен емізбей қойсаң өліп қалмаймын ол. Емізу керек, сүтің бар болса еміз. Бірақ рұқсат болсын дейді шариғатта. Неге? Рұқсаттың өзі неге? Мысалы, 25 жылдан кейін сенің балаң, өзің емізіп атқан балаң, өз балаң өсіп, 25 жылдан кейін ана емізген қызың бой жетіп, содан екеуі үйленіп алмасын дейді. Екеуі бір емшек емген балалар үйленуге болмайды ешқашан. Бір омырау емген балалар, яки ембей-ақ сауып қойған сүтті ішіп алса да үйлене алмайды. Тек қана сиырдың сүтін ішсе, қасқырдың сүтін емсе бәрі жабылып, онда ешкінің сүтін емсе, онда адам болмаған үшін сүт бауыр болмайды. И то 2 жасқа дейін. 2 жасқа дейінгі балалар роддомда сол үшін көрінген балаларды емізе бермеңіздер. Енді сүтін көп болып, жаңа айтқандай бұлақ болып, фонтан болып атса, сүт фонтан ағып атса, сенен онда емізетін жаңа балалардың ата-анасынан рұқсат алып, өзіңнің күйеуіңе хабар беріп, сен кімнің емізіп атқандығың, сол баланы жазып қой. Бұл руы шапырашты. Оның ішінде екей, оның ішінде әкесі бәленбай, атасы бәленбай, мен емізген баланың мамасы бәленбай деп жазып, тетрадқа жазып үйге іліп қой. Ол өзіңнің балаң сияқты болады. Сүт емген, бір рет сүт емген бала, сенің өз балаң болады. Сенің күйеуіңе бала болады. Сенің балаларыңа бауыр болады. Сүт бауыр дейді олар, емшектес дейді қазақта. Сол балалармен ешқашан үйлене алмайды, екеуі. Енді өз балаң менен емізген баланың шариғаттағы айырма неде? Емізген бала сенің дүниеңе наследник боламайды, сенің дүниеңе мирасқор боламайды. Бірақ өз балаңа жүретін шариғи үкімнің бәрі балаға жүріп кете береді. Енді ана тойып ішу керек, 2 рет ем, 3 ем керек деген сияқты мәселелер мазхабтарға қарай бөлінеді. Бірақ бізде бір рет жұтым емсе де жеткілікті Ханафи мазхабында. Мен емізгенмін, мамасы емші деген 18 жыл болды. Жақсы. Сол баланы емізгеніңіз, аты жөнін біліп алыңыз, соны балаңыз біліп жүрсін. Ертең 25 жылдан 30 жылдан кейін екеуі үйленіп алмасын. Мен баяғыда бір сондай үйленіп алғанда бір емгендерді ажыратқанбыз. Бір емген екен, екеуі бір әйелді, екеуі әйел баланы өз баласын емізген, жаңағы бір қызды емізген. Сол қыз кейін Алланың құдіреті 24 жылдан кейін осының баласына үйленген ғой. Ортасында 2 бала туылған. Сол екеуін баласымен шырылдатып ажыратып жібердік. Неге? Өйткені шариғат қоспайды. Түсінесіздер ме? Емген балада ДНК, сүт бірге кетеді, қауіпті нәрсе. Сондықтан емізбейміз, емізіңіз, просто біліңіздер. Ара ұяласа терезеге дейді. Не болады? Тесік болады. Тесіліп болады, аралар тесіп тастайды. Егер тесе алмаса, пластик күшті болса, металлотерапия болса, тұра береді, көктемде алып тастайсың. Ештеңе етпейді, басқа ештеңе болмайды. Мән бермей оған. Құлпытасқа сурет қоюға, қоймауға туралы не айтасыз ба дейді. Енді сурет қоймаған жақсы, бірақ ағайындар қырылысып, төбелесіп, бәрі сол үшін қырылысып жатса қоям деп ерегісудің қажеті жоқ. Ажырасқанмын, ата-анаммен көп ұрсам, бөлек квартираға шыққан дұрыс па? Шығамын десем, ақша жинай алмай қалам ба деп отырмын, көп ұрыс болып жатыр әкеммен дейді. Бөлініп кетсең. Өзің ажырастың ба? Онда сен сол үйде тұра алмайсың. Сен бөлек тұру керексің. Ана махр деген осы жерде кеп шығады. Сенің бөлек квартираға барып, уақытша тұруыңа қаражат сол үшін. Аяққа өзің тұрып жұмыс тауып кеткенше. Неге? Сен ажырасып алып үйге барып, сенің үйіңде бауырыңның, ініңнің, ағаңның әйелі бар, жеңгең ба, келін ба. Соның өмірінің бітін шығарасың ағасы екеуін. Сен барып ажырасып келген қыз үйде тыныш отырмайсың сен. Тыныш отырмайсың. Балаңды бүйтіп бағып, маған ешкім сөйлемесе екен деп отырмайсың. Сен өз үйің ғой. Сен кішкене хозяйка боласың. Үйде жүрген хозяйка келіндің шұқиысың. Не мынау? Деп бауырың ақыл айтасың, тыныш жүрмейсің. Құрбымның денем түршігіп ауырып тұр деп еді. Жай сумен ұшықтап жіберіп едім, келесі күні бетісіп кетіпті. Ондай күнәні өзімді күнәлі сезіп қалдым. Конечно, күнәсің. Оның ішінен бүйрек ауырып жатса, ас қылып, сен су шашып жүрсің бәріне. Одан ол қалтырап дірілдеп отырса, жаурап сен үстіне су шаштың. Бұлақта бір шелек су құйып жүрмедім бе мен саған деп.
Сондықтан болмайды су шашуға. Барлығын су шашып, бір-бірімізге су шашатындар айтайын кім шашу керек екенін. Суды әйел шашады, күйеуіне шашады. Екеуі ойнайды, бір-біріне пистолеттер сатып алады, мынандай су шашатын пистолеттер болады. Сол бір-біріне шашып ойнағанға жақсы. Бірақ оны қайнағатаңа шашпай ұрып өлтіріп қояды. Пистолетіңмен ұшқайды. Сондықтан болады. Кішкентай балалармен папасы су шашып ойнауға болады. И то мамасы емес. Сондықтан мамасына айтты, не үшін шашуға болмайды? Мама ойнауға болмайды, жоқ. Мамасына қатты тиеді. Түсінесіз бе? Папасы көтереді. Еркек қой ол, ойнап су шашуды. Пистолетпен ойнауына болады бір-біріне. Әке сол үшін. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның үйіне сахаба келсе, бүйтіп 4 аяқтап есек қылып ойнап жүр екен, немерелерін ойнатып. Омардың үйіне келсе, Омар да баласы Абдулланың желкесіне мінгізіп, құлап, талып, домалап жатып ойнап жатыр екен. Осылай ойнаса болады балаларға. Басқа уақытта болмайды. Су шашпай айналайын. Ана түкіргенде дем салам дегенде түкіріп аузына фу болмайды. Пиялаймен қой дейді. Баяғыда апаларымыз істейтін еді ғой солай дейді. Сен апа емессің ғой. Мен сендерден жас деп отырсам, сен апаға ұқсайсың. Апалардың заманы қалды. Апалардың заманында зәрмен емдейтін, апаның қолында жіп байлап қоятын, апаның уақытында киіз кидіріп басатын, апаның уақытында күл баланың үстінде өттейтін да, күл шашып жібере салатын, бара берген болды, қараңғар өлмейсің деп. Енді бір жерінде кесіп алсаң, үстіне күл шашады, ол апаң заманы. Қазір заман бөлек. Су шашпай айналайын. Керек жоқ. Доктор бар ғой,